Айгерім деген қарындасымыз мінекей қазір бірінші канал боламыз дейді. Әуелі канал боламыз. Мінекей. Мына жаққа қарай әкеліп Мінекей каналымыз тамырын іздеп жатсыз ғой, иә? Иә. Неше грамм алады? Вообще мына жерде 10 мл положено. Осы. Ау? Вакуум-тейнер. Вакуум арқылы қанды вот мынау еремный вена дейді ғой. Мойын. Содан вакуум арқылы сорғызып алады, көрдіңіз ба? Вот. Тамаша. Маркермен нөмірлейсіз. Көрдіңіз ба? Қалай белгілейді дейсіз? Ну, бірінші қойға бірінші. қой. Да, мырес деп жазамыз енді. Мелкий рогатый скот. Сақ мал ғой. Қойдың. Все осылай нөмірлейміз, чтобы қан шатаспас үшін. Шатаспас үшін, иә? Да, мына иінесін. Жоғыстаймыз. Мінекей Айгерім деген қарындасымыз. Ал нөмір жазамыз ба? Аха, нөмір. Не? Алына біздің бермек. Енді негізі қанша салады вообще қойға? Қойға вообще 1 миллилитр 50 килограммға. 50 килограммға. Да. Аха, В зависимости от веса. Аха, хорошо. Енді мыналарға біз вот 1 миллилитр. Біреу сала саламыз, иә? Иә. Вот 1 миллилитр. Мышцы саламыз мына жерде. Жамбас. Қай жеріне саламыз сонда? Вообще внутрімышечный саламыз. Можете мынау ішкі бұлшық ет бар ғой мынау. Сан мына жерге. Көрнекті болу үшін Кішкене жарыққан етші. Көрсету үшін ішкі бұлшық етіне мына жерге орнатасыз осылай. Ке саласыз. Ішкі бұлшық етіне. Все. Көрсет жарық. Мынау бізде биркалар, иә? Мемлекеттік. Государственный номер, мемлекеттік номерлер ғой. Бақсырғалар. КЗС-де басталады мынау, қойдікі. Бір комблекті 100 сыйлық көрдіңіз ба? 09-554. Бұл ұрғаш ма еркек па? Ұрғаш. Так, міне құлағына Ен салынады. Ен салынады. Сырға саламыз. Салып жібереді. Сиырға да, ірғараға да, сақ малға да болады. Болады екен, иә? Венасына. Қойда жіңішке болады ғой венасы. Сиырда көрініп тұрады, например. Қойдың венасы жүні бар еще, иә? Жүні, а вот да, то, что жүні бар да. Мешает. Тауып алу керексің да, сол үшін. Иә. Қайта 6 қой еще, так, можно еще табуға, қайта көп мал болған кезде тез табу керексің. Оны қиын, иә, шаршатады ғой. Ну, үйренесің ғой. Кішкене алмай қалсаң ұмытып қаласың уже навык. Екінші, иә? Так, енді дебелмек саламыз, міне. Так, мына жерге көрсетші, міне. Ну, внутримышечно, вообще внутрикожно можно, вообще быстродействующее, это как внутримышечно. Знаешь, где мышцы бар ғой, мына жамбас, мына жерге. Жүні просто, видите, сізге қалың. Иә, да. Мынау аяқтың алдында, мынау кішкене жүні аздау, иә, міне? Да, ол кезде можно подкрутить, мына жерге кішкене. Жайын ба? Қазір келесің. Все, вот, көрдіңіз ба? Жібер. Содан да қоямыз ба? Келесі қойды ұстадық, мінекей. Иә, ұрғашы. Так, қан аламыз, ә? Иә. Глубже. Видите, 45 градусов, 45 градусов надо углом. Не так, не сяк. Все. Енді дебелмек саламыз, мінекей. Дебелмек. Воткнули. Все. Видите?
Енді қышын ғана қойса болды. Мынау ақ біз енді қошқар. Саламыз ба тоже? Бұл енді айтқа сойып тастаймыз негізі алла жазса. Қашан? Ораза айтқан ба? Құрбан айтқа. Қашан соясыз? Құрбан айт қашан? Енді оразадан кейін 70 күннен кейін ғой. 70 күннен кейін? Иә. Ораза айт бір ай емес па? Оразадан кейін. Ораза бітеді ғой. Ага. Сосын 70 күннен кейін құрбан айт. Апрель. Ну, Так. Сол құрбан айтқа саламыз, бұны шаламыз құрбан айтқа алла жазса. Июньнің ортасы кезі ғой. Оған неге салып тастаған дұрыс қой, иә? ну да. Жай сала берейік. Сала беріңіз. Автоматка ма? Жоқ, қошқар. Баран производитель. Қашқар. Жоқ, баран производитель. Қошқар солай айта ма? Қошқар дейді ғой, қазақша. Айтқа сойын деп жатсыздар. Жоқ, сол құрбан айт. Жоқ, бұны бүгін ертең сойын деп жатсаңыз, Жоқ, бүгін. әрине салмаймыз. Иә, онда салмайды, иә. 2,5 ай бар ғой. Әлі қайда уақыт бар. Сырғасы сал. Басқа жесіне бар. Жоқ, астында меткасы тұр ғой. Зачем? Қойдым. Сырғаның орны тұр. Құтты болсын сырға. Так. Айгерім деген молодец. Жас қыз. Қандай мықты. Аллаға шүкір. Қазақтың қыздары мінекей мықты. Қолынан бәрі келеді бізде. Осылай болу керек. Қойлар қошақандармен 5 қойда 5 қошақан бар. Қошқар енді. Нешінші, төртінші бас па? Төртінші қой. Екеу деп. Бұған екеу салайық бұл. Вот екеу. Қошқар ғой. Қоз еміз батқан жоқ. Арық емес, анада болғанда қойларға тоқтылар. Вот, көрнекті болу үшін. Внутрімышны деген осы. Көрдіңіз ғой да? Тамаша. Қойлар көрмей жатыр да сіздің жаңа видеоңыз ғой. Жібер. Болды аға жеріміз. Оларға бірден да? Қараларға ма? Ең үлкен осы ғой, е? Пока бір пайдет шығар. Келесі жол 1,5-нан періп береміз. Номер жазамыз ба? Давайте. Тағына бізде 5-ші ғой. Қара ғой. Так, не Айгерім тағы да қан алайын деп отыр. Қан алу процесс жүріп жатыр бізде. Қан алып, ермек салып, сырғалап жатырмыз. Бүгін қойларды. Бүгін 15-ші наурыз. Қан шығып жатыр. Ах ты, ты хочешь давать? Блин, еще не слышно. И ермек саламыз, иә? Да. Каким-то волшебным путем не исчезла. Вакуум, походу. Так, номер бар екен. Давайте. Нажимал, да? Иә, хорошо. Так, мына бізде 6-шысы, иә? Ага. Соңғысы, е. Соңғысы. Қозарға. 6 ғой сөз. Сорғалап тұрмақты жақсы. Е. Потому что так должно быть. Сой алған жақсы ма? Тоқтады маған? Тоқтадил, конечно, да. Это просто она же бежит же, кровь бежит, вы просто попали на арнасына тидіңіз, өзіңіз керегін алдыңыз, и все. Қойдарға вермек салынбады күзде, блин, сол қазір қасынап бәрі мазалар кетіп жатыр. Енді 15 күннен қайта саламыз, жарай ма? Повтор, да? Ревакцинация. Енді осыны қайталап жіберу керек.
Сосын жаңа сіз тағы язва, сибирский язва дедіңіз ба? Сибирский язва, иә. Сосын саламыз. Обязательно бүкіл малды профилактика. Оны мынау ивермекті өтсін, сосын салайық. Иә, ол міндетті түрде алыну керек, өйткенде ертең вспышка шықса, ең опасный болезнь, сибирская язва, ол бүкілін қарамайды. Все? Болды. Все, рахмет, сізге жібер. Так. 5 қозы, 5 қой, 10 ұрғашы, 10 бір қошқар. Ұрғашы дедіңіз, да? Бұл ұрғашы, иә. Дайындап алдық. Саған құтты болсын. Жазып алдыңыз ғой, Иә, жаздым. Иә, болды, жіберіңіз. Келесін. Бұл бізде ұрғашы екен, ұрғашы. Бізде жалғыз қошқар болған сияқты. Не, мынаны тұр ғой, осы ашасы да. Оны бізде білмегенбіз, бірінші рет когда жүретін кезде қалай саласына қалай деп. Сложный такой механизм. Это так сложно деп. Оказывается, үйренгесін сөз жеңіл. Бүкіл жеңіл ғой, если үйренген нәрсен. А үйренбегенше, как так? Бас алмай. Ауыр ғой деп. Бұл қайта қозылар бітте ғой, а сиырлар вообще үлкен секірген кезде. Жазылды, иә? Иә, жазылды, аха. Сиырлар вообще үлкен. Да. Өткен жылы біз қозыларға да сиверка қойғанбыз негізінде. Көрек ұрғашы болды, ұрғашы. Тоже ұрғашы. Бірақ қошқар болған, кейін кішкентай қозы, сол қошқар болу керек. Тағы бір қозыға. Келесін. Енді біреу қалды ма? Бес. Анда көк бар екен ғой. Бұл көкті ұрғашы ғой дейді. Так, ана көрек. Ұрғашы, девочка. Ал құрметті достар, мінекей осындай бүгінгі тақырып сырға салу, қан алу, ивермек салу. Ивермек негізі бір 50 килограмм салмаққа 1 миллиграмм салынады. Миллилитр деме салынады. Так, енді бүгінгі біздің арнадағы біздің мал дәрігеріміз Айгерім деген қарындасымыз мінекей бәрін сырғалап жатыр. Менің анам мінекей көмектесіп жатыр. Енді ең кішкентай қошқар ол. Қошқар. Кәне қошқар айттым ғой, міне қошқар, бұнда жұмыртқасы бар. Сондықтан осылай бүгінгі тақырып осылай болды. Айгерімге біздің арнада болып қойларға осы ивермек сап қанын алып сырға салып берген қызметіңізге көп рахмет. Біздің ет бизнесі арнасынан сізге көп рахмет, алғыс. Ал енді құрметті достар, біздің арнаға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер. Келесі жақсы жаңадан әртүрлі түсірілімдер болады, күтіңіздер. Келесіде біз ең сау дегенде видео жоспарлаймыз, Алла қаласа. Тағы да көптеген жылқы туралы, сиырлар туралы болады видеолар. Сондықтан біздің арнадан алыстамаңыздар, тіркеліңіздер. Жылқы туралы, сиыр, қой, және мынау Айгерім қарындасымызбен жаңа сөйлестік. Біз бұл кісілер енді малдар, ауырған малдарды емдеу, қандай бір жағдайда мені шақырады. Бұл кісілердің жұмыстарын түсіріп отыратын болдым. Сондықтан біздің арнада болыңыздар, құрметті достар. Жақсы видео күтіңіздер. Айгерім, сізге көп рахмет. Амандықта болайық. Құрметті достар, сау болыңыздар.